Есіміңіз кім болады, аға? Камал. Камал деген ағамыз осы палау пісірудің ұстазы. 20 шақты шәкірттеріңіз бар осы Түркістанда? Коммунизмде тұрады екен бұл кісі. Қазір бір 40 килограмдай палау басып жатыр. Жақсы, берекелі болсын, Құдай қаласа. Мә, иісі деген енді керемет. Айта алмаймын енді. Мінекей ортасына пияз салды. Еттің қақ ортасына. Қазір сәріс салады. Мінекей. Сары және де қызыл сәбізден араластырып салып жатыр. Араластырып. Тұз салып жатыр мінекей ағамыз. Тамақтың дәмін келтіріп жатыр. Қанша грамм қосасыз осындай 40 килоға аға? 35-40 кило. 1 килода, е? Мына қанша кило сәбіз кетті аға? 35 кило палауға? 35 кило сәбіз кете ма? Бірге бір қойылады. Бірге бір қойылады екен. 50 килограмдай ет бар екен, 35 килограмдай күріш, 35 килограмдай сәбіз, одан кейін 1 килограмдай тұз, одан кейін анау не салдыңыз, е? Не дейтін еді? Дәмдеуіштің атын. Сондай салыпты. Зіра сондайлар салған. Мінекей, осындай ноқат салынады. Тамақтың дәмін келтіреді, осылай әдеміліктіп. Қазір араластырады. Мінекей мынау зіра. Жаңа ең бірінші палауға қосатын сарысы ол қандай? Тұздық? Зәрсуа екен ол тұздықтың аты. Мінекей палауды жайды. Енді Құдай қаласа пісетін болады. Астындағы отынды жайып басып қойды, аға, дұрыс па? Жаймен басып қойды, жақсы. Берекесін берсін.